Жиырмасыншы ғасырдың басы қазақ халқы үшін нәубет пен қасіретке толы уақыт. Өзі шер асқа жармай отырған кезде де халқымыздың аялы алақаны сан ұлттың өкілдерін басынан сипап, қанатының астына алды. Ешкімді ұлтына қарап алалаған жоқ. Керісінше құшағын жайып қарсы алып, аузындағысын жырып берген мәрттігін көшіп келген жұрттар аңыз етіп айтады. Сол кезеңде қазақ жері еріксіз айдауға жіберілген мыңдаған Әзірбайжанда ажалдан арашалап қалды. Олардың ұлттық болмысын сақтап қалуына себепкер болды. Қазақ жеріне Әзірбайжан диаспорасы Кеңес одағында саяси билігі жүріп тұрған Сталиннің кезеңінде қоныс аударды. Алғашқы толқына 20 ғасырдың екінші ширегінде, келесі толқына екінші дүниежүзілік соғыс жылдары көшіп келеді. Сол уақыттан бері Әзірбайжан халқы көк байрағымыздың астында қазақ халқымен бірге бейбіт өмір сүріп келеді. Қазақ деген халықтың дархандығы даласынан дарығанда тектілікке бабасынан жарғандығын сол кезде көрсетсе, қаншама ұлттың өкілін алып келіп тоғытқан кезде де қабақ шытпастан соның барлығында өзінің қанатының астына алып үйлеріне паналатты, жақсылап қамқорлық жасады, жарысын жарып жеді, бүтінін бөліп жеді. Мен сондықтан да осы уақытқа шейін сол қазақ халқына мәңгі қарыздармын. Бірінші деректерде қалған бізде коллективтендіру кезінде, ұжымдастыру кезінде Әзірбайжан территориясынан Қызылорда жеріне 500-ге жақын Әзірбайжаннан жанұя көшірілді. Олардың көбі қазіргі Арал теңізінің аралдарына қоныс аударылды. 32 жылы Қазақстанда ашаршылық болып жатқан кез тағдыры көбінің белгісіз. Аштықтан өлгендері бар, арасында қашып кеткендері бар. Аяғында 200-ге жақын жанұя қалған, аман қалған. Оларды кейін мына Жамбыл облысына жер аудартты. Одан кейін екінші үлкен топ 37 жылы келді. Сол кезде Кавказ, жалғыз Кавказ маңы емес, жалпы бүкіл шекаралас территориялардан өзге халықтарды көшіру саясаты, қоныс аудару саясаты басталды. Біздің жақсы білетініміз мына Корей халқын қоныс аударған. Дәл сондай жағдай мына 37 жылы оңтүстік Кавказда болды. Бірақ олардың көбін Әзірбайжан деген атпен емес, оларды ирандықтар деп көшірді. Одан кейін келесі үлкен жер аудару бұл сол 37-39 жылы Армения территориясынан болды. Келесі соғыс кезінде 44 жылы Грузияның Месхетия аймағынан түрк деген атпен, оларды көбін Әзірбайжан деп атаған жоқ. Сол кезде түрктерді Месхетияда тұрған және әзірбайжандықтарды толығымен Грузияны түрк тілдес халықтардан босатамыз деп, оларға кінә тағып, Түркияға көмектесуге әрекет жасады деп, КСРО территориясын бөліп Грузияны деп, мына Қазақстан жеріне жер аударды. Жалпы алғанда Қазақстанға 30 жылдардың басынан 40 жылдардың аяғына дейін есептегенде 250-300 мыңға дейін Әзірбайжан көшкен. Сүргін көріп, Қазақстанға жер аударылғандардың арасында Асылы Османның да әке-шешесі болған. Қазақ халқының қамқорлығы болмаса, отбасындағы 3 қыз, 3 ұл бірдей аман қалмас едік деп ағынан жарылды. Ауылда дәл бүгінгі жағдайдағы емес, ауылда Әзірбайжансың ба, қазақсың ба деп бөлген жоқ. Ең ақыры менің әкемнің аты Әли, Жаңаталапта менің әкем тұрады. Қарабастау дейтін жерде бар, қазақ бар. Оның аты да Әли. Соны ананы қазақ Әли, мұнан Әзірбайжан Әли деп айтпайтын жан. Ананың Қарабастаудың Әли дейді. Менің әкемді Жаңаталаптың Әли дейді. Бұл не? Бұл қазақтың адам баласына деген адалдығы, пәктігі, тазалығы, мейірімділігі, қайырымдылығы, кісіне тұла бойында тұнып тұрған адамгершілігі. 30 жылдардың соңы, 40 жылдардың екінші жартысында көшіргенде көбінесе сол Алматы облысы, оңтүстік Қазақстан, Жамбыл облысы,
осы территорияларға жіберілген. 50-ші жылдары әзербайжандықтардың көбі қайтадан еліне қайтып кетті. Бірақ кейбіреулері осы жерде қай жерге қоныс аударды, сол жерде қалды. 1937 жыл әкем маған айтып берген бәрінде сол Әзербайжаннан көп кісі Қазақстанға интернет еткен. Сол Әзербайжанда автономный республика Нахчыван. Сол жердің кісілерін мал таситын вагондарға жинап, кішкентай балалары, сәбилер арасында кемпірлер, шал кісілерді бәрін 37 жыл Мақтаарал ауданының Шымкент облысының колхоз алғабас болған сол жерде кейін қасында 5 километр поселок Славянка деген ескішілей, қазір Мырзакент. Сол жерге сүріп әкелген. Бүгінде Қазақстанда тіркелген әзербайжандардың саны 100 мыңнан асады. Олар осында ұрпақ өсіріп, білім алып, жұмыс істеп келеді. Әзербайжан ұлт өкілдерін еліміздің барлық құрылымдарындағы қызмет орындарынан көруге болады. Бұл Қазақстанда өсем деген өзге ұлттардың барлығына теңдей мүмкіндік жасалғанының дәлелі. Ибрагим Саттаров Әзербайжан ұлтының өкілі. Әулетінің Қазақстанға көшіп келгеніне бір ғасырға жуық уақыт болған. Туғанынан қазақша сөйлеп, қазақ мектебінде білім алғанынан болар. Жігіттің бар болмасы қазақыланып кеткен десек, артық айтпағандығымыз. Менің атам 38 жылы қоныс аударды. 38 жылы Шымкент қаласына келген. Сол жерде Шымкент қаласында мен әжем Қазақстанда толған, сол әжеммен таныс болған. Біздің ауылда бәрі қазақша сөйлейді. Біздің ауылда гректерде тұрған, ирандарда, азербайжандарда тұрған, өзбектерде, таджиктерде тұрған. Сол бәрі ұлт тек қана қазақша сөйлеген. Сол үшін бізде енді туылып өскенбіз сол ауылда. Бізде үйреніп, бізде сөйлегенбіз. Кейіпкеріміз тау халықтарының биін жетік меңгерген. Еңбек жолын 2018 жылдан бастаған ол мыңнан аса шәкірт тәрбиелеп, Әзербайжан мәдениетінің дамуына өз үлесін қосып жүр. Айтуынша жас бүлдіршіндер Әзербайжан ұлттық биіне көптеп қызығады. Тіпті шәкірттерінің 70% қазақ балалар екен. Әзербайжан биінде бір 10-15 түрі бар. Соның біз 6 биін билейміз. Бізде қыздардың да биі бар, балдардың да биі бар. Сол балдардың биі айырмашылығы олар қолды түзу ұстап, аяқпен билейді. Би маған өте қатты ұнайды. Мен бұл бимен денелерімді шынықтырамын. Менің ойымша барлық бидің арасында маған Әзербайжан биі өте ұнайды. Себебі ол Әзербайжан түрінің биінде аяқтар тез қимылдайды. Және де менің аяқтарым одан тез жылдамдықпен жүреді. Ұлты Әзербайжан болса да, Ибрагим өзінің қазақ жерінде туып өскендігін аса мақтаныш сезімімен айтады. Басты мақсаты еліне адал қызмет ету. Енді мен Қазақстанда туылып өскенмін. Мен Қазақстан туын көтеремін. 2 жыл чемпион болғанмын. Қазақстан туын көтерген. Сол үшін мен үшін Қазақстан менің отан. Отан үшін еңбек етемін. Мен балдарға отаны сүю үшін бар мүмкіндікті істеймін. Қазақстандағы әзербайжандар салт дәстүрі мен мәдениетін сақтап, оларға құрметпен қарайды. Олар әсіресе ұлттық аспаптарын жоғары бағалайды. Мәселен, тар, саз деп аталатын аспаптары атадан балаға мирас болып келе жатқан құнды дүние. Бұл Нұр-Сұлтан қаласының тұрғыны, Әзербайжан азаматы Намазов Садик. Мамандығы музыкант. Жастайынан музыка мектебінде оқып, кейін Бакудегі музыкалық консерваторияға түскен. Өнер сүйер азамат 2002 жылы елімізге Қазақстан-Әзербайжан қауымдастығының арнайы шақыртуымен келген. Сол уақыттан бері Қазақстанда отау құрып, мәдениет саласында біршама еңбек атқарып жүр. 4 yaşımdan özüme tar dilen instrument özüm жасадым.
Şərq konservatoriyasını bitirdim. Bakıda, Azərbaycanda. Damburaya oxşadı, amma damburada 2 tel boladı. Sazda 11 tel boladı. 9 tel boladı, tarda 11 tel boladı. Садик мырзаның айтуынша, оған бауырлас қазақ халқының арасында өмір сүрген ұнайды. Қазақстанда қазақ достары көп екенін, әрі елімізді екінші отаны деп білетінін мақтаныш сезімімен айта кетті. Azərbaycanı söyəm, mən doğan yerim Azərbaycan. Vətənim Azərbaycan. İkinci vətənim Qazaxıstan. Azərbaycanda Turğan qalay boladı, Qazaxstanda böyle de boladı. Dostlarım, Qazaq dostlarım köp, müzikçi Qazaq dostlarım köp. Әзірбайжан халқының үйлену салтында өзіндік ерекшеліктер көп. Садик мырзаның жұбайы Ақбота ханым қайната мен келіннің арасындағы арақатынас басқа ұлттарға қарағанда өзгешелеу дейді. Енді Әзербайжан елінде беташарды ұлдың тойынан кейін қыз келін үйге түскеннен кейін жасайды екен. Оны жасағанда да үлкен әдемі өзі тарихы бар. Қайнатасы бір 10 күннен кейін, қазіргі 3 күннен кейін жақсы стол дайындап, ол күнге дейін келін үйден шықпай, атаның көзіне көрінбей жүру керек. Сол тамақ әзірлеп, стол жасап, атаның өзі шақыру керек келінді. Әзербайжандарда беташарында күйеу баланың күйеу жолдасау дейін. Сол қолына 2 пышақты алады. Сөйтеді, оны бетіп қайрап тұрып, келінді айланып билейді. Сөзшең болмасын, өсекші болмасын, ата енесіне қарсы сөйлемесін деген мақсатта тілін кесейік дейді. Түнен кейін оның ненің пышақпен ұстап, төбесіне тағы бір орамалды қояды, бетін ашады. Сол кезде көрімдікке деп қолына келіннің не ақша ұстатады, билеткізіп. Міне осындай бір ерекшеліктері бар. Ата дәстүрлерін, көне салттарын сақтаған ұлттың дастарханынан молшылықтың кетпейтініне күмән жоқ. Әзербайжан асханасына тән ерекшеліктерге келетін болсақ, онда ет өнімдері, аскөктер мен дәмдеуіштер көп кездеседі екен. Енді дастарханымызда көріп тұрғаныңызда барлығы Әзербайжан тағамдары. Мынау енді долма деген тағамымыз. Ерекше айтып кететін нәрсе, бұл жүзім жапырағынан жасалады. Түрік тілінен долдырма деген сөзінен шыққан. Жапырақтың ішінде етті толтырып салып, орап, бір-бірден осылай жасаймыз. Оны міндетті түрде қатықтан жасалған соуспен бірге қолдануы керек. Мынау біздің довға тағамыз. Довға дегеніміз бұл айранды пісіреміз. Айранды пісіргенде ішінде шөптердің түрлерін саламыз. Кенза бар, басқа шайвел, шпинат. Сонымен қатар ас үйдің иесі әзербайжандардың шай ішудегі ережелерімен де таныстырды. Әзербайжан елінде енді салт шай ішу салтында міндетті түрде тосап тұрады. Ол мүрабба. Мүрабба деп аталады Әзербайжан тілінде. Тосапты әр адам алдында осындай тосап ыдысы болу керек. Осыған салып, осыдан қасықтап жеп отырып, шайды ішіп отырады. Және де біздің столымызда міндетті түрде ол пахлава болады, шәкәрбұра болады. Жаңғақтарды үгітіп жасайды. Бұл енді өте көнеден келе жатқан тағамның бірі деп аталады болады. Ақбота ханым бала тәрбиесінде де үлгілі, салғырттық танытпайды. Балаларды мейірім махаббатқа бөлеп, сабырлықпен өсіреміз. Бірлесе отырып, ортақ құндылықты сіңдіреміз дейді. Ұлы Мұхаммед Расулдың бойына жастайынан ер жігітке тән қасиетті сіңдірсе, қызы Хадишаға инабаттылықты дарытып келеді. Қыз тәрбиесіне енді өте қаталмыз. Егер де ер бала ойнап өзі шығатын болса, қыз баланы жалғыз жібермейміз. Анасының жанында болу керек. Үй тірлігіне кішкентай жасынан бейімдеп, 6 жас болса да қазір бейімдеп, барлығын үйретіп көрсетіп отырамыз. Отаным менің Қазақстан, атынан сені айналам. Бас иіп саған өтемін, жасай бер, жаса Қазақстан. Қазіргі күні Қазақстан мен Әзербайжан бауырлас ел. Қос мемлекетті сан ғасырлар бойы тарихи, достық, экономикалық қатынастар байланыстырады. Екі ел де бір-біріне құрмет көрсетіп, тату-тәтті өмір сүріп келеді. Күні кеше ғана бізге Бакуден жазушы Тимур Атаев келіп, Абайдың ұлылығы атты кітабының тұсаукесерін жасады. Онда Абай Құнанбаевтың қара сөздерін негізге ала отырып, түсіндірме жасаған,
Бұл жалғыз кітап емес. Әзербайжан Республикасында, жоғары оқу орындарында, мектептерде Әзербайжан тіліне аударылған ғылыми еңбектер көп. Қазақ жазушылардың кітаптарын оқуы бүкіл Қазақстанға деген қызығушылық бар деген сөз. Әзербайжанның өзінде мысалы Қазақ деген аудан бар. Кезінде Кавказды мекендеген, оңтүстік Кавказға барған біріншіден қыпшақтардың ұрпақтары, екіншіден 16 ғасырда сол жерге мына көшпелі өзбек, қазақ деп аталған кейбір тайпалар көшіп барды деген мәліметтер бар. Сондықтан біздің байланысымыз өте көп. Қазақ маған сонша қамқорлық жасады, қазақ мейірімділігін көрсетті, қазақ осындай дәрежеге жеткізді. Енді менен қазаққа не қайтарым болуы керек? Мен еш болмаса тұрған елімнің тілін білуім керек қой. Сол тілі арқылы сол халықты сыйлаймын, қадірлеймін, қастерлеймін. Менен кейін тағы үш поколение туылған осында. Сол үшін Қазақстан біздің отанымыз. Я Казахстан считаю своей родиной. Мен Қазақстанды өз отаным деп санаймын. Қазақстан мен үшін өте ыстық. Бұл менің анам. Маған осыдан артық жақын ештеңе жоқ. Әзербайжан менің тарихи отаным, менің ата-бабаларымның жері. Мен үшін ол жүрегімнің бір бөлшегі. Қазақстанда тұратын татар, орыс, украин, өзбек, қырғыз сияқты басқа да этностардың тарихи отандары бар. Алайда бізді барлығымызды байланыстыратын Қазақстан. Ең бастысы осы этностар арасындағы бауырластық. Должно увеличиваться, и оно должно быть вечно. Thank you.